Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен бастауыш деп аталатын сөйлем мүшесі туралы тақырыбымызды бастаймыз. Бастауыш бұл тұрлаулы мүше. Бұл тұрлаулы мүшеге бастауыш пен баяндауыш жатады. Себебі бұл екеуі қосылып сөйлем құрай алады. Сөйлем құрауға ең басты негіз болады. Демек, бастауыш дегеніміз баяндауыштың иесі болады. Ойдың, заттың, қимылдың иесі болып тұрады да, кім не деген сұраққа жауап береді. Кейде оқушылар кімім нем, кімің нең, кімі несі, әсіресе кімің нең мен кімім нем дегенді іліксептіктеп анықтауышпен шатастырып жататын жағдайлар көп кездеседі. Демек, мынау жерде тәуелденіп қана барып септеліп тұр. Осыны есіңнен шығарма. Мысал үшін, отаным бақыт ордасы, отаным кімім, нем деген сұрақ қойып отырмыз не жерге. Мінекей, кім не дейтін сұраққа жауап береді екен. Кімдер нелер көпше түрде де қолдануға болады екен. Міне, бастауыш көп деген сөз таптарынан жасалады. Зат есімнен, сын есімнен, сан есімнен, есімдіктен, етістіктен, тұйық етістіктен, үстеуден, одағайдан да жасалып жатады екен. Міне соның ең көп түрі бұл атау тұлғасында тұрған зат есімнен болады. Қазақстан болашағы жарқын ел. Мына жерде Қазақстан деген сұрақ. Неке Қазақстан деген сөз бастауыш болады. Атау тұлғада тұр, бұл зат есімнен жасалған бастауыш деп аталынады. Сын есімнен де бастауыш жасалады. Жақсы көпке ортақ. Міне, жақсы негізі түбіргенде қандай деген сұраққа жауап береді ғой. Ал бұл жерде кім деген сұраққа жауап беріп, заттанып тұр. Бұл заттанған сын есім, субстантивтенген сын есім деп аталады екен. Міне осы кезде ол кім деген сұраққа жауап беріп, адамның орнына жүріп, мінекей бастауыш қызметін атқарады екен. Есімдіктер де сөйлемде бастауыш қызметін атқарады. Әсіресе жіктеу есімдігі. Мен, сен, біз, сіз, сендер, сіздер, ол, олар деген сөздердің бәрі кім, кімдер деген сұраққа жауап беріп, атау тұлғада тұрған кезінде бастауыш қызметін атқарады екен. Біз болып қалдық. Кімдер? Біз. Етістіктің тұйық етістік және есімше деп аталатын түрлері екеуі де бастауыш бола алады. Әйтпесе қалғандары бастауыш бола алмайды. Мысалы, тұйық етістік. Ақын болу міндет емес, азамат болу парызың дейміз. Міне, ақын болу дегендегі болу, міне, о тұйық етістіктің жұрнағы. Мына жерде міндет емес. Мына жерде тұйық етістік кім болу. Немесе оқу білім бұлағы дейміз. Оқу дегенде тұйық етістік. Міне, не деген сұраққа жауап беріп, бұл жерде бастауыш қызметін атқарып тұр екен. Есімше. Есімшені біз өткен кезде өзіңе жақсылап түсіндірген болатынмын. Бұл бастауыш зат есім сияқты түрленеді, көптеледі, септеледі, тәуелденеді деп айтқан болатынмын. Міне, ұялған тек тұрмас. Мына жерде кім тек тұрмас? Ұялған. Міне ғанген деген есімшенің жұрнағы. Немесе көрмес, түйені де көрмес. Немесе оқыған озады. Кім озады? Оқыған озады. Міне мына жердің бәрінде де есімше бастауыш қызметін атқарып тұр екен. Сан есімдерде бастауыш болады. Екі жұп сан. Міне, мына жерде екі деген сөз сөйлемнің басында келіп, бастауыш қызметін атқарып тұр. Немесе 5 жердегі 5, 25 деген жердегі 5. Немесе алтау ала болса, ауыздағы кетеді дейміз. Кімдер ала болса, алтау ала болса. Бұл жерде заттанып сан есім, бұл жерде зат есімнің орнына жұмсалып, бастауыш қызметін атқарып тұр екен. Үстеу де болады. Үстеу көп түрленбегенмен кей жағдайда бастауыштың қызметін атқарады екен. Еріншектің ертеңі бітпес. Несі бітпес? Ертеңі бітпес. Міне, бұл жерде ертеңі деген мезгіл үстеуі, бұл жерде несі деген сұраққа жауап беріп, бастауыш қызметін атқарып тұр екен. Соныменен бастауыш дегеніміз іс қимылдың иесі болып, көбінесе тұрлаулы мүше болып, кім не дейтін сұраққа жауап беретін негізгі тұрлаулы мүшенің бір түрін бастауыш деп айтады екенбіз.